Ассалаумалейкум, баршаңызға арнаға қош келдіңіздер. Видеоны бастаудан бұрын арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қазан айында шекараны заңсыз кесіп өтпек болды деп Украинада ұсталып қамалған Шинжаң қазағы Ерсін Еркінұлы 7 желтоқсанда қамаудан босап шықты. Оның сөзіне қарағанда, дүйсенбі күні Львов соты оның апелляциялық шағымын қараған. Право на защиту ұйымы адвокатының айтуынша, 6 қарашада сот оны ұстау және елден шығару туралы сот шешімін шығарған. Ерсін Еркінұлы бірінші инстанциядағы осы шешімге шағым түсіріп, сот өтінішін қанағаттандырған. Қазан айының соңында Украинаның Львов облысында ұсталған 23 жастағы Ерсін Еркінұлы осыған дейін өзін Қытайға депортациялау мүмкін екенін айтып, ақпарат құралдарынан көмек сұраған еді. Қытайға қайтсам мені түрме мен азап, қорлық, өлім күтіп тұр. Сондықтан мені Қазақстанға алып кетіңіздерші деген еді. Видео демеде Еркінұлы. Қазан айының соңында Украинаның Львов облысында ұсталған 23 жастағы Ерсін Еркінұлы осыған дейін өзін Қытайға депортациялау мүмкін екенін айтып, ақпарат құралдарынан көмек сұраған еді. Қытайға қайтсам мені түрме мен азап, қорлық, өлім күтіп тұр. Сондықтан мені Қазақстанға алып кетіңіздерші деген видео мәлімдемесінде. Ізінше оған Украинаның Право на защиту құқық қорғау ұйымының заңгер тағайындап көмектесе бастағанын хабарланды. Кейінірек Ерсін Еркінұлы пана іздеуші тұлға куәлігін алды. Украина заңгерлерінің айтуынша, көші-қон қызметіне босқын мәртебесін беру туралы өтініш түссе, елден шығару процедурасы тұтас тоқтап, саяси баспана беру туралы шешім шыққанға дейін депортация мәселесі шегеріледі. Құқық қорғау ұйымы бұған дейін оны Қытайға депортацияламауға бар күшін салатынын айтқан. Біріккен ұлттар ұйымының есебінше 2017 жылдан бастап Шинжаңда тұратын 1 миллионға жуық ұйғыр, қазақ, қырғыз және басқа да мұсылман қайта тәрбиелеу саяси лагерлеріне қамалған. Пекин бұл орындарды терроризммен күрес орталығы деп атаған. Құқық қорғаушылар мен куәгерлер лагерлерде азаптау, қысым жасау, зорлық-зомбылық, мәжбүрлі түрде жұмыс істеу сияқты адам құқығын өрескел бұзу фактілер барын айтады. Бұған дейін лагерлерде отырып шыққан қазақтар Қазақстанға оралған соң Шинжаңдағы қудалау жайлы деректерімен бөліскен. Олардың айтқандары әлемдік бақ беттерінде жарияланды. Халықаралық қауымдастық Қытайдың Шинжаңдағы саясатын жиі сынаған. Достар, арнаға тіркеліңіздер, бөлісіңіздер, пікір қалдырыңыздар. Сіздердің тіркеліп, бөлісіп, пікір қалдырғандарыңыз біз үшін үлкен қолдау. Келесі эфирде кездескенше сау саламат болыңыздар.